Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Шөлдер жер бетінің 1/3 бөлігін алып жатыр. Бұл табиғи аймақтар өткен заманның құпиясын және бүгінгі күннің түсініксіз құбылыстарын ашуды жалғастыруда. Шөл бір түннің ішінде гүлденген аймаққа айнала аладымы? Неліктен ақш шөлінде 300 мыңнан астам тасталған көліктер бар? Және бір тамшы су жоқ жерде нағыз інжу маржандарды қалай табуға болады? Қазақстанның шөлінде кемелер қайдан жүр? Бүгінгі шығарылымды шөл даладан табылған ең таңғажайып болжалар туралы айтатын боламыз. Ал сіз әдеттегідей пікір қалдырып бейнені соңына дейін көруге тырысыңыз. Айтпақшы, біздің авторлық және қазақи нақыштағы суреттер салынған футболкаларымыз шықты. Әрине, қазіргі таңда тек қыздарға арналған үлгіде және тек екі түрлісі ғана бар. Бірақ біздің Instagram парақшаға жазылып қойсаңыздар, жақында көптеген киім үлгілері шығады. Бұл менің арнамның дамуына өте маңызды. Қолдауларыңыз үшін алғыс айтамын және жақсы қаралым тілеймін. Шөлдегі інжу. Теңіз түбінде болатын інжу маржанның шөл далада табылғанын қалай түсіндіруге болады? Бұл олжалар Ұлы Жібек жолы өтетін Габи шөлінде табылғандықтан, қарақшылар, керуендер, адам көзінен жасырылған қазыналар болуы мүмкін деп ойларсыз. Бірақ бұл керемет інжу маржандар шөлде адам салдарынан кездейсоқ жоғалған заттар емес. Гоби шөлі динозаврлар зияратынан басқа табиғи інжу маржандардың ерекше түрімен де танымал. Шамамен 200-300 миллион жыл бұрын бұл шөл мұхиттың түбінде болған. Сондықтан бүгінгі күні Гоби шөлінде інжу маржандарды табу үшін ешқандай теңізге сүңгудің қажеті жоқ. Мұнда інжу маржандар тастардың арасында қыстырылған. Әрине, мұндай олжалар сирек кездеседі. Соңғы ірі және ресми экспедиция 1970 жылы Моңғолияға кеңестік экспедициясына тиесілі болды. Палеонтологтардың арқасында шөл далада барлығы 200-ден астам інжу табылған. Британдық әскери ұшақ 2016 жылы Батыс Египетте геолог болып жұмыс істейтін поляк мұнай компаниясының қызметкері Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі британдық Kitty Howe PC-40 жойғышын тапты. 74 жыл бойы көлік шөлдің шалғай аймағында жатты және іс жүзінде ешкімге керек болмады. Әскери тарихшылар бұл әуе жойғышы шұғыл түрде қонған деп есептейді. Ұшқыш шөлден тұрғын аймаққа өз бетінше жетуге тырысқан шығар. Дегенмен ең жақын ауыл апат орнынан 300 шақырымдай жерде орналасқан. Жазда шөлде су мен азық-түліксіз мұндай қашықтықты еңсеру мүмкін емес. Ұшқыш соғыстан қашуға тырысып, қайғылы қазаға ұшыраса керек. Ал артында қалған әскери ұшақ шөлдегі ескерткіштің бір түріне айналды. Кеңес ұшақтары. Шөл даладағы ұшақ бір қарағанда ерекше ештеңе емес. Бірақ шөл даланың ортасынан мінсіз күйдегі кеңес ұшақтарының құмға белгісіз себеппен көміліп тасталғаны таң қалдырады. 2003 жылы американдық сарбаздар Ирак шөлінің құмынан ондаған жаңа ұшақты қазып алды. Кеңестік MiG-25 ұшақтары камуфляждық торлармен жабылып, құмға көмілген. Олардың кім және не үшін мұнда жасырғаны жұмбақ күйінде қалды. Дегенмен табылған техника ақш үкіметі қатты қуантты. Пентагон қызметкерлерінің бірі ұшақтарды көмгендердің оларды құмнан қорғау үшін ешқандай шара қолданбағанын айтты. Сондықтан табылған әскери ұшақтардың қайтадан әуеге көтеріле алатыны белгісіз. Америкалық әскери шенеуніктердің айтуынша, кеңес ұшақтары ақш пен британ әуе күштерінің мықтылығын көріп, қорыққандарынан өз ұшақтарын көміп қашып кеткен. Сенаттың барлау комитетінің төрағасы Портер Гросс табылған ұшақтың бортында жаппай қырып жою қаруының ізі табылмағанын мойындады. Бірақ бұл әскери ұшақтар Ирак бір кездері жасыруға тырысқан қауіпті қару екенін айтты. Американың деректері бойынша, соғыстың басында Ирак әуе күштерінде 300-ге жуық ұшақ болған, бірақ соғыс кезінде олардың ешқайсысы әуеге көтерілмеді. Мойнақ. Құм. Өте көп құм. Қазақстанның жазық даласында кезінде жайқалған өсімдіктер мен Алып өзені болған жерінде енді тек қаңыраған кемелер жатыр. Мойнақ бұрын соңды Арал теңізінің жағасында салынған жас порт қалашығы, балық аулаудың ірі орталығы болған. Бірақ теңіз жойылды. Жай ғана құрғап қалды. Адамдар да кетті. Адамның табиғатты басқару әрекеті жер бетіндегі ең үлкен көлдердің бірінің толық дерлік жойылуына әкелді. Суару жүйелерінің салынуына байланысты аралға құятын өзендердің арналары басқа бағытқа бұрылып, су қоймасын керекті көлемдегі су ағынынан айырды. Қазақстан мен Өзбекстан аумағында орналасқан ең үлкен көл құрғай бастады. Сонау 1960 жылы Арал теңізі 67 мың шаршы шақырымнан асатын жер бетіндегі ең ірі ішкі су қоймаларының ішінде 4-ші орында болды. Енді ол Арал құм деген шөлге айналып барады. Бұл күндері бұл жерлер пост-апокалипсистік фильмдердің декорациясына ұқсайды. Осының арқасында мойнақ фотографтар, режиссерлар мен клипмейкерлер арасында танымал. Өйткені бұл жер қайғылы тарих пен адамның табиғатқа келтірген үлкен зиянын жақсы көрсетеді.
Ал теңіздің сақталған бөлігі енді өзенге емес, кішігірім көлшікке көбірек ұқсайды. Гүлдер теңізі. Атакама шөлінде жасалған бұл жаңалық сөздің толық мағынасында табылған бір зат емес. Көзіңізге елестетіңіз. Сіз шөл далада, құм мен тастың арасында шатыр құрып, түнгі ұйқыға кеттіңіз. Бірақ таңертең тұрсаңыз айналаңыздағы шөл жоқ. Айналаңызда мыңдап жайқалған гүлдер. 2017 жылдың қазан айында аймақтағы нөсер жаңбырдан кейін шөл далада шексіз гүл көлемі бір түнде пайда болды. Мұнда 200 түрлі өсімдік гүлдеді. Бұл құбылыс негізінде алғаш рет 2015 жылы байқалды және содан бері әр күзде болып келеді. Шөлдің оңтүстік жартышарда орналасуына байланысты қыркүйек пен қараша айлары арасында Атакама климаттық көктемді бастан кешіреді. Осы уақытта жауын-шашын көп жауып, кеуіп қалған өзен арналары уақытша ағындарға толады. Сонымен қатар жергілікті шөптер мен пиязды өсімдіктер тез, бірақ қысқа мерзімді гүлденуін бастайды. Бұл құбылыс гүлденген шөл деп аталады. Бір қызығы, Атакама жер бетіндегі ең құрғақ шөл болып саналады. Оның кейбір жерлерінде жауын-шашын бірнеше 10 жылдықтарда бір рет қана жауады. Шөлді лотос. Google картасы арқылы тылсым нысандарды іздеп, оларды ғаламторға жариялағанды жақсы көретін адамдар аз емес. Карталардан табылған заттар мен фотосуреттер, қауесеттер мен теориялардың тұтас толқынын тудырады. 2018 жылы желіде Қытай шөліндегі алып жұмбақ ғимараттар туралы видео пайда болған кезде интернет қолданушылары қатты шулады. Шыбықтары бар оғаш дөңгелекті ғимараттар шөл далада ағып жатқандай болды. Суреттер Қытайдың халық ең аз қоныстанған бөлігінде шөлде түсірілген. Шындық алайда әлде қайда қарапайым болды. Және әскери базалар мен өзге ғаламшарлықтардың еш қатысы жоқ. Ғимараттар заманауи қонақ үйлер мен шөл лотосы деп аталатын ойын-сауық орталықтары болып шықты. Бұл көптеген қызықты ойындарды ұсынатын және демалушылардың тұрақты ағынын тартатын үлкен демалыс аймағы. Мұнда сіз түйеге мініп, құмда серфингпен айналыса аласыз. Босаңсытатын йога сабақтарына, сондай-ақ қызықты тақырыптық қойылымдар мен әсерлі шоуларға қатыса аласыз. Болашақ қаласы. Бұл табылған нысанға қарап жұлдыздардағы соғыс, яғни Звездные войны фильміндегі қалалар еске түседі. Шөлді аймақтың ортасында жарты шарлар түріндегі ғимараттар қалашығы бар. Олардың кейбіреуі көлемі бойынша бөлмеге, кейбіреулері тұтас үйге ұқсайды. Біртүрлі ғимараттардың жеке аумақта орналасқанын ескертетін көптеген белгілерге қарамастан, бұл жер туристер арасында өте танымал. Және бұл таңғаларлық емес. Футуристік стильдегі қала болашақтан келгендей болып көрінеді. Бұл жер компьютер өндірісін бастауды жоспарлаған бизнесмендер мен инвесторлар тобының аймағы. Кешен 1982 жылы құрылған, бірақ 1983 жылы тапсырыс беруші компания банкротқа ұшырады. Сонымен қатар ғимараттар басқа құдіретті күшпен шөлдің өзімен соғысуға мәжбүр болды. Мүмкін бұл қала мәңгілік сәулет өнерінің ескерткіші және баспанасыз адамдар мен шытырман оқиғаны іздейтін жас өспірімдер үшін керемет орын болып қала беруі мүмкін. Volkswagen. Журналистердің назарын ең қатты аударған оқиға Volkswagen-мен болған оқиға деп санауға болады. 2015 жылдың қыркүйегінде осы маркадағы 11 миллион дизельді автокөлік атмосфераға тым көп зиянды заттар шашады деп танылды. Нәтижесінде компания миллиондаған шағымдарға сенім мен сұраныстың төмендеуіне тап болды. Оған шөлдің не қатысы бар деп сұрасаңыз, бұл американдық шөл сатылымнан алынған 300 мыңға жуық су жаңа автокөлік үшін соңғы пана болды. Қазір олардың кішкене бөлігі қайтадан сатып алу үшін жаңартылуда, бірақ бәрібір көп бөлігі жарамсыз күйде, осы жерде мәңгілікке қалатыны белгілі. 300 локомотив. Аризонадағы шөлдің ортасында темір жол бар. Ұзындығы 5 шақырымға жуық аумақта 300-ге жуық локомотив мәңгілікке қалған. Әрине, мұндай табылған ерекше нысан барлық оғаш және тылсым нәрселерді іздейтін әуесқойлардың назарын аударды. Адамдар арасында тергеулер басталды. Бұл локомотивтердің барлығы Union Pacific деп аталатын ірі көлік компаниясына тиесілі болып шықты. Бірақ бұл туралы компания 2017 жылы ғана ресми мәлімдеме жасады. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл кез келген жоспардан тыс мақсаттар мен шығындар үшін компанияның стратегиялық резерві, қақтығыстар, пойыздардың тозуы, паркті толықтыру қажеттілігі және тағы басқа. Аризона шөлінің климаты, елді мекендердің қашықтығы және өсімдіктердің аздығы бұл жерде жылдар бойы кез келген нәрсені зиянсыз сақтауға болатын өте ыңғайлы қойма етеді. Осылайша шөлдің өзі де адам еңбегін сақтау үшін көмек бере алады екен. Тыныштық аймағы. Тыныштық аймағы Мексиканың 3 штатының шекарасында орналасқан шөлдің атауы. Бұл жер метеориттердің құлауы, ұшақты басқару жүйесінің кенеттен істен шығуы, сондай-ақ радио және спутниктік байланыстың жоғалуы сияқты оғаш оқиғаларымен танымал. Алғашқы оғаш құбылыстарды солтүстік Мексиканың байырғы халқы байқай бастады. Шөлдегі көптеген ежелгі тас құрылымдар шөлдің діни жорықшылар арасында танымал болғанын куәландырады.
Дегенмен бұл шөлдегі құбылыстардың көпшілігінің өзіндік ғылыми түсіндірмелері бар. Бұл аймақ магниттік руда мен уранның кең орындарына бай. Бұл бізге таныс физика заңдарындағы сәтсіздіктерді тудырады. Бұндай құбылысты түсінбеген ежелгі адамдар бұл аймақты тылсым дүниемен байланыстырған. Жасанды өзен. 2008 жылы Гиннестің рекордтар кітабы бұл жобаны адамзат тарихындағы әлемдегі ең ірі суару жүйесі деп таныды. Бұл жоба бойынша жұмыс 2000 жылы тоқтап қалды және осы күнге дейін сол күйінде тұр. Дегенмен құрылыс тоқтамай тұрып, атқарылған жұмыстардың ауқымы таңғалдырады. Құбырлар мен су өткізгіштердің орасан зор жүйесі, мыңдаған жерасты құдықтары, ондаған шағын және үлкен жасанды оазистер, қалалар мен миллиондаған жұмысшылар орны. Мұның бәрі 1953 жылы Нубия шөлінде су көздері табылған кезде басталды. Жерасты теңізі шөлдің астында болды және оның көлемі 2 миллион шаршы шақырымнан асты. Теңізді пайдалану жобасы 1960 жылдары құрылды және 1980 жылы құрылыс жұмыстары басталды. Дегенмен келесі ширек ғасырда ғалымдардың көпшілігі бұл жобаның іс жүзінде мүмкін емес, тым қымбат, күрделі және ұзақ екенін мойындады. Сондықтан бүкіл адамзатқа баға жетпес көмек болады деген жоба мәңгілікке шөл далада қалдырылды. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі бейне жазба соңына жетті. Көңілдеріңізден шыққан бейне жазба болды деген ойдамын. Егер расымен солай болса, лүпіл басып арнаға жазылып қоюларыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру. Келесі қызықты шығарылымдарда жолыққанша, қош сау болыңыздар.